Айтып берген жетерінде Қазақстанның мәдениет қайраткері, мәдениет танушы. Азаматтар сөзтар көп қой. Бірақ бір мәселе Сәкен ағаның жаңағы жазған дүниесінде қолдауға болады. Бірақ ағамыз айтқандай бұның бәрі әбден айтылып бір жерге барған, әлде айтыла беру керек. Соның үшін менің бір айтатын нәрсем, жалпы қазақ мемлекетінің ата заңы біздің қазақ тілінде жазылып керек. Айту керек қой. Қазақ елінің ұлттық тілде, мемлекеттік тілде жазылу керек. Басқа біреудің тілінде жазылған заң ол қандай болады? Аударма керек осы. Ешқандай аударма керек. Басқа адамдар қажет болса аударады. Соны жаңаға кіргізсеңіз. Содан кейін жаңағы мына кімнің сөзін қолдауға болады, мына Дастанның. Шындығында да біз 17 жыл тәуелсіздік алдық. Бізде мына деколонизация. Біз отарда болды, оны мойындауымыз керек. Бізде құлдық психология әлемге дейін бар. Бәрімізде комсомол, бәрімізде пионер болды, зорласады. Бірақ мына отарсыздандыру саясатының басы осы рухани дүниеден басталу керек. Сондықтан міндетті түрде бұл талай жерде айтылған, айтылу керек, оны кіргізу керек. Қазақстанда жалпы қазақты зерттейтін үлкен ғылыми институт ашу керек. Кейбіреулер таңғалып қазақ тілінде зерттейміз деп. Қазақты біз өзіміз білмейміз әлі. Жалпы түркі халқының ішіндегі ең ұлы халықтардың бірі. Үлкен ұлы мәдениеттің ядросы. Жағынан бай халық қазақ халқы. Бұл міндетті түрде. Содан кейін жаңағы ұрынаға байланысты, жаңағы ауысуға байланысты. Енді сіздер ақпарат құралдарын оқып жатсыздар, кітаптарыңызды оқымысыздар. Жаңа қараңыздар. Қазір 17 жыл бойы тарихты ешкім жоққа шығара алмайды. Жақсысы бар, жаманы бар. Бірақ кеше ғана Олжаспен кездескен президенттің екеуінің кездесуінде жалпы кредитцияда біз 15 жылға дейін қаламыз. Оған қазір бас қатыру, ол өкімет әдейі лақтырып тастап қойды, сіз таласып жүрміз. Ал менің ұсынысым ол действительно осы кредитцияда қалып, жер бетінде қазір 12 миллион халық болса, соның 10 миллионы осы кредитцияда сөйлейді. Сол жазады келеміз. Қалғанның бәрі біздің елде төл тарих. Ал егер түп ата-бабамызды қолдайтын болсақ, менің ұсынысым пікірім, жалпы мектептен бастап, қазірден бастап біздің ежелгі жазу руланып, бірінші класстан ақырын таныта береді. Міндетті түрде оған көшу емес. Бірақ соны ата-бабасының жазуы болғандығын, мәдениеті болғандығын біздің ұрпақтарымыз білу керек.